Еліміздегі жаңалықтармен жалғастырсақ, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу аясында Нұр-Сұлтанда халықаралық театр фестивалі өтті. Ауқымды шарада 12 елордалық және Ресейден шақырылған 2 театр қатысып өнер көрсетті. Оны Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі ұйымдастырды. Толығырақ енді біздің Нәзірке Бұрханның бейне материалынан көрейік. Қадірлі көрермен, бір аптаға созылып, елордалық және ресейлік театрларды бір сахнаға жинаған ауқымды театр фестивалінің қорытынды кешіндеміз. Өнер ұжымдарына арнап 30 номинация тағайындалған екен. Себебі де жоқ емес, өйткені тәуелсіздігімізге 30 жыл. 30 жылда біздің театр саласы қалай дамыды, не өзгерді, жалпы көрініс қандай? Бұл саладағы маңызды адамдардан сұрап білеміз. Бұл мейрам бүкіл қала үшін, бүкіл ел үшін театр мейрамы, достық мейрамы, өнер мейрамы, мәдениет тазалық мейрамы. Бұның ішінде бәрібір, сондықтан біз өте қуаныштымыз қатысқанымызға және жеңімпаз болғанымызға қуаныштымыз. Ой, бұл енді спойлер. Дегенмен Дәурен Серғазиннің өз театр үшін мақтанатын жөні бар. Үздік қойылым да, үздік эпизодтық ер адам бейнесі де жастар театрының еншісінде. Үздік эпизодтық ер адам бейнесі. Сырттың театрлары әлдеқайда кішкене болсын, бізден сатылап кішкене жоғарылап кеткен негізі. Қай жағынан? Кішкене современный жаққа көп көшіп кеткен, яғни заманауи жаққа көп кеткен. Сондықтан оланы алатында дүниелеріміз бар, бірақ біздің театрларымыз, қазақтың театры қалыс қалмаған. Кавказ елінен келген сыншымыз айтты, сіздерден алатын көп дүниеміз бар екен деп. Жаңа есім номинациясы бойынша Абусамат Дүсіпбаев марапатталған Қуыршақ театры. Дауыстары қандай, қалай билейді, ойнайды. Мен өзім өте ризамын. Өсу дәуірі бар. Өсті дейсіз ғой? Өсіп, алтын ғасыр болған кез болады. Енді сол ғасырға қайтадан жету керек. Енді шетелде 3-4 технологиялармен жасайды ғой, сахналарда. Бізге керек пе сол, қалай ойлайсыз, көрерменді тарту үшін? Енді мен технология жағына онша көп көңіл аудармаймын. Әртістің шеберлік өсі керек. Режиссердің деңгейі өсі керек. Сонда театр болады. Бірақ Европа одан шаршаған негізінде. Ал бізге ол жаңалық болып тұр қазір. 3D қойса, басқа қойса, светпен жарқ-жұрқ еткізгендей. Ол да керек шығар. Бірақ қайткен күнде де көрермен театрға актер үшін келеді. Сол үшін актерлар мықты болу керек деп есептеймін. Әділ мырза, мықты актерлеріңіз сол технологияларды күтіп жүр екен. Керісінше бізге сондай берсе, шіркін деп біз театрмен соны армандап жүрміз, сондайға жетсек деп. Екінші тыныс ашылар еді? Әрине, екінші тыныс ашылады. Актердің ары қарай фантазиясы оянады, режиссердің де ары қарай кеңінен қиялдана түседі. Министрліктің құлағына алтын сырға. Министр ханымның өзі де бұл фестивальдің арнайы қонағы. Бұл бір жағынан рухани азық, бір жағынан бүгінгі қоғаммен диалог ретінде де көруге болады, қарастыруға болады. Енді мынадай бір сұрақ, неліктен театр кассасы кино кассасына қарағанда бірнеше есе аз жинайды? Мен бұған қосылмаймын, өйткені бізде театрларда билет болмайды. Театрларда әрқашан бізде қандай театрге барсаңыздар да әрқашанда залдар толы болады. Күнделікті қойылымдарды әрқашанда үлкен ниетпен күтеді. Билет арзандау дегенім ғой енді. Енді ол қолжетімділікті де ойлау керек. Қазір біз әкімшілікке ұсыныс жібердік билеттің бағасын көтеру мәселесімен. Енді егерде пандемия бәрі аяқталып бұрынғыдай күйімізге түсетін болсақ, 100% көрермен отыратын болса, театрдан да кәдімгідей жақсы, қомақты қаржы түсіруге болады. Дәл қазір театрдың бағасы 1000-1200 теңге.
ал студенттер үшін, пенсионерлер үшін 700 теңге. Киноныкі Ал киноныкысы 2 есе, 3 есе, 3,5 мың, 2,5 мыңнан киноныкі. Киногерлерге еш қастығым жоқ, құрметті көрермен. Тек театр актерлерінің де өлшеусіз еңбегін кем көрмеу керек сынды. театр дейді, тобырды халыққа айналдырады дейді. Ал мен оған қосарым, театр халықты ұлтқа айналдырады деп. Марапаттың бәрін шын лайықтылар алды. Оны жеңімпаздардың эмоциясы ақ көрсетіп тұр. Келесі фестивальге дейін не өзгерер екен? Сол қызық. Келесі жылы фестивальде сізді сахнадан көре аламыз ба? Ойында ма? Кім білет көре жатармыз. Күтемін.